Бүгінгі күні, яғни 24 наурыздан бастап 24-30 аралығында бізде республикалық олимпиаданың, жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі өткізіліп жатыр. Осы олимпиада 4 мектепте өткізіледі. Олимпиада 2 бағытта өткізіледі. Бірінші бағыт бүгін басталды. Бұл жаратылыстану, математикалық жаратылыстану бағыты. Содан кейін екінші бағыт ол қоғамдық гуманитарлық бағытта болады олимпиада. Олимпиаданы бақылау үшін қоғам мүшелері, адалдық алаңы мүшелері қатысады. Бұл олимпиаданың жұмыстарын тексеру үшін біздің Солтүстік Қазақстан университетінің оқытушылары қатысып отыр. Барлық нәтижелер, оқушылардың жұмыстары сканерленіп, сайтта орналастырады. Біздің білім беру саласындағы әдістемелік орталықтың сайтында сілтемелер бар. Сол сілтеме бойынша барлығында көруге болады, ашық түрде деп айтамыз. 9-шы сыныптан бастап 11-шы сыныпқа дейін оқушылар қатысып отыр. Бұл балалар аудандық олимпиаданың, аудандық кезеңнің жеңімпаздары. Мен Рушанова Камила, Абдул Степанов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандырылған гимназия интернатының 11-ші сынып оқушысымын және пәндік олимпиаданың облыстық кезеңінің география пәні бойынша қатысушысымын. Осы жылы олимпиадаға 3-ші рет қатысып жатырмын. География пәні негізінен өте ауқымды болғандықтан тестілеу әрқашанда әртүрлі болады, яғни тек қана тест емес, мүмкін сәйкестендіру сияқты басқа мәтін бойынша жұмыс немесе карта бойынша жұмыс, план деген сияқты тапсырмалар болуы мүмкін.